Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен тез және де оңай дайын болатын лағманның рецептісін бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шығады. Қызып тұрған сұйық майымызда жұқалап туралған етімізді салып, қызартып қуырып алатын боламыз. Үстіне шым-шым тұзымызды салып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Еттің суы тартылғаннан соң барып, бізде соя тұздығын құйып, жақсылап тағы да араластыратын боламыз. Келесі бізде қызыл, жасыл тәтті бұрыштарымызды да салып, артынша орам жапырақты да салып, араластыратын боламыз. 3-5 минуттай қуырып аламыз. Қуырып алғаннан соң бізде келесі 4-5 дана қызанағымызды да осылай бөлектерге бөліп, артынша бұны да жақсылап қуыратын боламыз. Келесі бізде сарымсақ. Сарымсағымызды ұсақтап осылай салатын боламыз. Лағманға қосатын приправамызды да осылай бетінен шамалап қосатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, бетін жауып 10-15 минутқа қалдырамыз. Бізде бұл лағманның ерекшелігі біздегі дайын лапшаның көмегімен жасайтын боламыз. Лапшамызды осылай қайнатып болғаннан соң мұздай салқын суға салып алатын боламыз. Артынша бірге барлығын қосып араластырып 5-10 минутқа бетін жауып қалдыратын боламыз. Достар, бұл тағамды міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де көп уақыттарыңызды алмайды, тез ғана дайын болады. Менімен бірге осылай жасап көріңіздер, өте дәмді және де тойымды болып келеді. Менімен бірге жасап көріңіздер. Сіздермен болған Балнұр Бейсенқызы. Ас болсын.